Армысыздар, эфирде Фараби жаңалықтары, тізгінші мен Бағлан Қанатұлы. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында әпке қойылымы сахналанды. Мегаполистің рухани өміріндегі бұл қойылымның маңызы неде? Толығырақ Амина Абдылханқызы баяндайды. Ғабит Мүсірепов балалар мен жасөспірімдер театрында әпке қойылымы сахналанды. Бұл қойылымның жастарға берер маңызы қандай тақырып талқыланды, оны мен Амина Абдылханқызы айтамын. Илансаңыз бар ғой, мамоля. Гаухар екеуміз таңертеңнен бері нәр қатқан жоқпыз. Дулат Исабековтың әпке драмасын көпшілікке ұсынған режиссер Мейрам Хабибуллин осы қойылым арқылы еңбек ұжымына тың серпін бергендей сезілді. Өйткені сахнаның әрленуі мен кейіпкерлердің рухани үндестігі көпшіліктің көңілінен шықты. Мұнда бір отбасының тағдыры арқылы қоғамдағы әлеуметтік түйткілдер көрініс тапқан. Үстел басындағы адамдардың мәдениетінен ақ қоғамның даму барысын көруге болады деген жақсы бір ой айтылды. Сондықтан мен бұл қойылымның маңызы ерекше деп есептеймін. Себебі қазіргі қоғамымызда болып жатқан әртүрлі өзгерістерді сахналаған көрермендер күлді, көзіне жасалып жатқанын көрдім. Сондай бір жақсы сәттер болды. Сондықтан режиссердің ойы, жалпы ұжымның еңбегі жемісті болды. Қиын, мен сені түсінемін. Бір сағатқа қиып тастап кете алмай тұрған бауырларымды өмір бақиға қия алмаймын. Анам көз жұмған сәттен бастап мен оларға ана болғам. Бірақ сен білесің бе, саған үйлену керек, ал мен балаларды тәрбиелеуім керек. Басты кейіпкер Қамажай әпкені Анар Әділова жандандырды. Ал оның сіңлісі Нәзиляның бейнесін сомдаған Динара Нұрболат ерекше ықыласпен дайындалған. Түкесің өзі, Омардікінді түктемеймін. Омардікінді түктеймін, бірақ Тимурдікінді түктеймін, жағдайы кеттім. Ол қандай кейіпкерді таңдаса да бар күшін салады. Сондықтан көзі қарақты көрермен ерке қыздың өнерін жоғары бағалады. Кейіпкеріме дайындық 3 ай болды. Өзіме жан дүниеме сәл келетін сияқты, сондықтан аса қатты бір қиналдым деп айта алмаймын. Қойылымдағы шым-шытыр оқиғалардың тізбегінен әлеумет ой түйіп, қоғамдағы тұрмыстық мәселелердің астарына үңілді. Сондай талғампаз көрерменнің бірі Құралай Құсанқызы. Қоғам белсендісі театрға өзінің сыныптастарын арнайы ертіп келген. Бұл жерде бауырлар әпкесіне көп ауыртпалықты көп салып жібергенде әпкесі өзін ұмытып кеткен. Бірақ әйел адам егер өзін ұмытса, ол семья бақытты болмайды. Әйел адам әрқашанда өзін бірінші орынға қою керек. Котенок мой хороший, котенок мой курящий. Сахнада көрінген әртүрлі танымдағы бауырлар темір бейнесін Нұржан Әбубәкір, жас ғалым Омарды Нұрсерік Кеңесбаев, үйдің кенжесі Ермекті Рахат Жұмаханов сомдады. Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінің студенттері әпке қойылымына куратор-эдвайзерлерімен арнайы келіпті. Талапты тәлімгерлерден сауалнама алып, ойын білдік. Бұл жерде әйелдің мықтылығын, күштілігін нақтылап көрсеткен қойылымның бірі болып деп ойлаймын. Өте қатты әсер алдым, ұнады қатты. Бауырларына бауырмал әпке өзінің махаббат үшін бас тартқаны өте көп өмірдегі алынған проблемаларды көрсетіп отырып, маған бұл қойылым өте қатты ұнады. Сен әрбір жанұядағы әрбір адамның, әр бауырдың өз орны бар, әр бауырдың өзінің қасиеті бар, қадірі бар. Сондықтан отбасымызды, әр бауырымызды, ата-анамызды бар кезінде бағалап, оларды жақсы көріп, махаббатымызды дер кезінде айтып үлгерейік. Ғылыми тұрғыдан қарағанда, әрбір адам өз қоғамына қай жағынан болса да пайдалы болуға тиіс. Сіз конференцияда лекция оқып тұрған жоқсыз ғой? Нақты сөйлеңізші. Ғылымға негізделмеген дәлел әлсіз болады, сондықтан да түсініктірек болсын деп жарайды. Көрерменнің ой пікірінен ерекше әсерге бөленіп, көңілдерінен шыққанын білдік. Театр ұжымының қоғамның даму барысында орны бөлек екені сезілді. Сол себепті театрға келу жан дүниеңді байытады, дейді қоғамдық ғылымдар саласының мамандары. Амина Абдылханқызы, Нұрлан Асқарұлы, Алматыдан.